Сәлем достар, бүгін біз үй жағдайында KFC тауық қанаттарын жасалу жолымен бөлісеміз. Сіздер арнамызға тіркеліп, жаңа видеоларды жіберіп алмау үшін қоңырауша белгісін басып қойыңыздар. KFC жасау үшін бізге тауық қанаттары, сарымсақ, мұздай су, тұз бен түрлі дәмдеуіштер керек. Алдымен тауық қанаттарын алып, керек емес жерлерін алып кесіп тастаймыз. Одан соң ортасынан теңдей бөліктерге бөлеміз. Кейін үлкенірек ыдысқа мұздай су құйып, үстіне сарымсақты пресстен өткізіп қосамыз. Оның үстіне паприка, қызыл ащы бұрыш, қара бұрыш, тұз бен тауыққа арналған дәмдеуішті қосып, жақсылап араластырамыз. Енді оған тауық қанаттарын салып, бір түнге тоңазытқышқа қойып қоямыз. Маринатталған тауық қанаттарын ұнға бір аунатып алып, қайта сол суға саламыз. Суға жақсылап араластырып, қайтадан ұнға бір аунатып аламыз. Сонда KFC қытырлақ болып шығады. Сосын артық ұндарынан арылу үшін сүзгішке салып, бір-бір сілкіп аламыз. Енді отымызды жағып, қазанға майды құйып қыздырамыз. Дайын тауық қанаттарын орташа отта қызарғанша 4-5 минут қуырамыз. Қызарып піскен соң, келесі бетіне аударамыз. Піскен соң ыдысымызға салфетка төсеп, артық майынан арыламыз.
Мінекей достар, тауық қанаттары дайын, өте әдемі әрі қытырлақ болып шықты. Сіздер де жасап көрсеңіздер болады. Ас болсын.